атындағы жалпы бөліміндегі біздің Ерлан Жүністі бүгінгі өтетін сабағымыз Ерлан Жүніс менің атым тәуелсіздік өлеңіндегі ұлттық құндылықтар. Бүгінгі күннің жадын жазамыз, тақырыпты жазамыз және ойланып отырыңыздар. Ұлттық құндылық дегеніміз не? Нелер жатады оған? Тәуелсіздік алғанымыз. Біреуіңіз не дейсіз? Біздің тәуелсіздік алғанымыз. Тәуелсіздік алған құндылық деп ойлайсыз. Жақсы. Ұлттық құндылыққа тағы не жатады? Тәуелсіздіктен деп ойлайық. Қазақ халқына ғана тән қандай құндылықтарымыз бар бізде? Айтып отырайық. Абай әнұран, елтаңбаның бәрі біздің азаматтық құндылықтарымыз ол. Молодец, сүйіспеншілік. Жалпы ұлттық құндылық деген қазақ ұлтына ғана тән өзінің ерекше адамгершілік құндылығы бар, ұлтын сүю құндылығы бар. Білесіздер ме, рухани адамгершілік құндылықтардың барлығы біздің ұлтымызға тән берін осы ұлттық құндылық дейміз. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, бірінші автор стиліне баға беру. Яғни автор бейнесімен оның үлесеміз, одан кейін салыстырамыз, кейіпкерді салыстыру, және екінші мақсатымыз біздің бағалау. Яғни шығарманың екі бағалау бар. Бірі көркемдік бағалау, екіншісі тарихи құндылығына баға береміз. Олай болса, өткенде, яғни алдыңғы сабағымызда біз тәуелсіз осы өлеңнің көркемдік, менің атым тәуелсіздік өлеңінде көркемдік ерекшелігіне талдау жасаған болатын. Жалпы сол тақырыптарды еске түсіру мақсатында мен сіздерге үй тапсырмасы ретінде эстафета ойынын ойнаймын. Жалпы эстафета ойыны үнемі болып тұрады бізде. Соның бірін кеше сіздерге ойнатқан болатын. Бірінші шарт, яғни соғып отырған оқушыға үшеуіңізге үш қатарға бірдей сұрақ қойылады. Жауап бергенде тобыңның ішінен әрине жауап беріп алға жылжытуға болады, бірақ оқушыға бір ғана мүмкіндік беріледі. Яғни бір сұраққа жауап беріп эстафетаны алдыңғы қатарға жылжытасыз, бірақ екі рет жауап бермейсіз. Осыны ескеріңіздер. Ал соңынан бастаймыз. Сұрақ қойылады. Ең жеңіл сұрақ. Ұтпайыққа қойылады. Ұтпайық соңғы партада деп есептейік, себебі бізге есептеледі. Авторымыз тәуелсіздік алғанда неше жаста еді? Алты. Дұрыс. Эстафетаны беріп қалыңыз Айзадаға қарай. Екінші сұрағымыз біздің ағып империя деген не? Өзің жауап береді. КСРО. Кеңес үкіметі. Кеттік. Автордың анасы кім болған? Бірінші көтеріп жатыр ғой. Автордың анасы ол тарихтан беретін, орта мектепте беретін 6 жастағы баланың анасы. Мұғалім, тарихтан беретін. Жақсы, эстафетаны алға жылжытамыз. Келесі сұрағымыз. Құрлықтардың теңселуі, заңдардың кемсеңдеуі деген қандай көркемдегіш құрал? Мүмкіндік жоқ екеулеріңде сіз жауап беріп қойғансыздар. Басқа. Құрлықтар кемсеңдеді. Жылап жатыр. Құрлық жылай ма? Құрлықтар теңселіп жатыр. Кейіптеу. Жақсы. Жылжыды. Айтпады ғой, не дейді? Бір әділетсіздік жүріп қойған сияқты ғой. Жылжыт. Болмайды, сыйлап қойған дей ма? Дұрыс қой бұл, жалауша жылжи береді. Кім айтса да. Сол жағынан түсінбей қалдым. Мен шатастыр жерімдер ғой. Ат төбеліндей деген сөздің мағынасы? Аз. Өлеңдегі ең алғашқы тәуелсіздіктің жетістігі не? Мынаны эстафеталар бір ретте жылжымай отыр мына топтың. Ал? Жаңа әнұран. Өлеңнің ішінде әнұран. Сөзі қандай есіңде ма? Жаттаған бар ма? Түсінікті болу үшін. Өлеңнің жолында не деп аталады? Айтқан жоқ, қол көтерді. Қазір жауап болып болмай тұр. Тек әнұран дейді. Өлеңнің қатарымен келтіре аласың ба? Қарап қойдың ғой, болмайды ғой. Шешті. Нақты бұны айтады. Тәуелсіздіктің ең алғашқы өлеңде
Яғни сол қатарда мысал келтіру керек қой енді нақты дәлелдеп. Сол күні жаңа әмірін айтылды. Жақсы, жарайды, болады. Сонымен біздің неміз бірінші туды эстафетаға жеткізген. Бірінші қатар. Сіздерге барлығыңызға үй тапсырмастан бір ұпай. Ал сіздерге өкінішке орай ештеңе етпейді. Бұл жай ғана үй тапсырмасы. Жақсы. Екі сұрақ қалып қой, өйткені біздің эстафетамыз жетті. Жалпы жауап бере салсаңыздар болады. Анасының аңызы не туралы? Апай, Тақым екен, тақым екен. Кезген қақпа не сабаққа қатысқан? апай, Не туралы? Екеуіне басқа. Қандай бір аңыз айтып бер, не туралы еді? апай, Ал айта қойшы. күн туралы еді. Күн ол туралы. Жақсы. Бір шумағын жатқа айта алатын оқыш бар ма? Үшеу көтер, төртеу көтер, тағы да. Жарайды білер. Алып қорғанның құлағанын көрдім небәрі 6 жасында. Алып тұрғанның жылағанын көрдім басын сүйіп бастырған. Жалпы өткен сабақта біразыңнан сұраған болатын, олай болса жаңа сабағымызды бастамас бұрын бүгін автордың стилі деген қалай түсінеміз? Жалпы автор шығармада жүре ма? Иә, жүреді, иә? Яғни біздің барлық шығармалардың көбінесе талдаған кезде автор бейнесі деп жатамыз. Прозада әсіресе идеяны ашу тұрғысынан қатысатын кейіпкерлерде автордың бейнесі көрініп жатады, әдісті жақтаушы ретінде. Ал өлеңдерде лирикада автор лирикалық тұлға болып көрініп жатады. Оның ішкі сыры, сезімі, толғанысы арқылы автордың тәжірибесі көрінеді. Өлеңнің арқасында оқырман автордың жан дүниесін танимыз. Сонда біздің Ерлан Жүнісіміз қандай ақын? Қандай ақын? Осы өлеңнен қандай ақын екенін байқап қап? Сырын ақтарып отыр. Қандай ақын? Елді қатты сүйетін адам қандай ақын дейміз? Тағы да. Патриот. Не дейді? Патриот ақын екен, иә? Олай болса тапсырмаға көшеміз. Бірінші тапсырмамыз автор бейнесін талдау. Жеке жұмыс. Әрқайсымыз дәптерге бірінші тапсырма дейміз да. Қараңыздар, біздің автор көреген бақылаушы. Оның дәлелі алып қорғанның құлағанын көрдім. Небәрі 6 жасында, небәрі сөзінен байқай бересіздер. Бірінші классқа келген оқушы нені байқап жатыр? Империяның құлағанын байқап отыр. Значит, бұл алғыр, бақылаушы деген мағынаға келеді. Сіздер мына үшеуін толтырасыздар. Жазбаша түрде бір-бір өлеңнен дәлел жазасыздар да қол көтересіздер. Яғни қандай ана тәрбиесін алған тұлға екенін қай жолдан көруге болады? Оңай жауабы. Мәтінге қараймыз, яғни өлең жолына қараймыз. Бастап жатырмыз қыздар. Түсіндік қой, иә? Ең басты түсінуімізде. Сен жаза бер, саған тапсырма келіп беремін. Біздің бұл интернетке тақырып шығарып ашамайды. Бірінші тапсырма жырын тап дейді. Автордың жасы нешеде? Соны өзі бағанада мен жауап беріп отырсың, сол ғой. Келесін асықпай өзің жауап бересің. Біздің уақыт қазір болып бірінші оқушы қол көтерсе, уақыт бітеді. 3 минуттың арасында бітуге болады. Яғни өлең жолынан бір сөз тіркесін аласыздар, толық жолды көшірмеңдерші. Сөз тіркесін. Көп жазып жатсыңдар. Бір-бір тіркес алып жазамыз, жетеді. Өлеңге бір жет танысатқандай болады. Тақтадан жазсайшы, бірінші берілген. Берілген жаз. Бір үлгін жаз. Аппақ болып отырмыз. Апай, мына берші. Жақсы, баста. Ана тәрбиесі
Сол түнінен кейін ұйықтамай маған бір айлық шыққаным ол жайлы күннен жаралған. Ертаңшыл патриот азамат алып саналар жиналарын көрдім, тұрғызу үшін жанарым. Тарихқа құрметтеулер үшін ал бүгін енді тарихты бізге. Иә, жақсы. Жарайсың. Тағы басқа нұсқалар бола беруі мүмкін. Айта ғой. Біріншісі ана тәрбиесін алған тұлға алып кітаптар тоққанын көрдім, сол сәтте одан безінген. Ал екіншісі отаншыл патриот азамат. Ол жерде деді, алып саналар жиналарын көрдім, тұрғызу үшін журналем. Ал ең соңғысы тарихқа құрметпен қараушы, тәуелсіздікше ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тамаша. Әртүрлі жауап болып жатыр. Осыған ұқсас жауаптар жаза береміз. Көп өлеңнің ішінде. Бірінші жауап берген алғашқы үшеуі білесіздер ғой, толығы пайдалы. Әрине жауаптар дұрыс болып жатыр. Арған болдың ба? Шақол көтеріп отырдың. Иә, оқи ғой. Ана тәрбиесін алған тұлға ерлікті айтқанын үйретпейді, ал өзінікі ұстатқан қалам ұстатпады, өз көрікті, кестікті. Ал отаншыл патриот азамат, ал бүгін енді тарихта өзім білем, ал жылдарды сезем, жаңа қаныммен мың жылдар өткен ұлы елім. Қарапайым өз сөздермен түсіндіруге де болады. Жақсы, үшеуіңіз уақытында әсел. Қалмаш пен орындайды. Ауызша айтып, 3 ұпайдан алып отыр. Үшеу қалғандарымыз. Ауызша тез-тез бір ұпайды ғана алу керекпіз. Кәне, Жансерік, ана тәрбиесін алған тұлға екен қай жылдан айтып отыр? Ал Бекзат айта ғой. Ана тәрбиесін алған тұлға сұраған жоқпын, анамнан. Болады, одан Сол патриот, алып саналар жиналғанын көрдім, тұрғызу үшін жаңарым. Тарих құрметтеуші. Өзі сөзін өзі сөйлейді, оның қол деген керемет қой. Иероглифтермен жазылатын. Петроглиф. Ол бүгін тарихта мен өзім білем. Иә, жақсы болады. Уақыттан кешіп жатырмыз, 2 ұпай тез. Ауызша қайта салатын дүниелер ғой, тез-тез. Айта бер. Ана тәрбиесін алған тұлға. Құлыным сенің тарихың басқа деді. Тәуелсіздік ол менің тегім ұлдарыма оны дарытқаным деді, өте дұрыс. Ұл жайлы күннен тарихқа құрметпен қараушы, жаңағы ұл жайлы дейді ғой, күн ұлы. Яғни біздің тарих күн ұлы туралы ертегіден бастау болады дейміз. Жалпы күн ұлы деп отырған тарихта кім білесіздер ма? Ғұн дегеніміз қай ғасырға тән еді? Тарихқа бір қарасаңдар, біз сол кезден бастау аламыз деп отыр. Енді оны ғұн деп бермегенмен, бұл күн туралы аңыз біздің ғұн ата-бабамыз туралы еді. Яғни біз кезінде мықты алапат мемлекет болған тарихшы анасы айтып беріп отыр деді. Жалпы барлықтарын құр отырған жоқсыңдар, жазыңдар. 2 элемент жаза алған оқушылар 1 ұпай аласыңдар, үшеуінде жазып бірақ әлі оқи алмай отырғандар 2 ұпай аласыздар. Уақыт бітті. Сонымен автордың бейнесі қандай болып шықты? Ана тәрбиесін алған, отаншыл патриот және тарихқа құрметпен қараушы. Енді қараңыздар. Біздің енді күрделі, бірақ қызықты тапсырмаға келіп жеттік. Бірінші біз түсейік. Суретте кімді көріп тұрмыз? Арқы фонда не бар? Тағы не бар? Кісімен ыдырау қалды, 91 жыл, келешекке қадам тұр, ескілеу бір 90 жылдардан көрінісі тұр. Жақсы. Бірінші жұптық жұмыс, екеуіңіз ақылдаса отырып жасайсыздар. Анасы қандай? 1-2 сөзбен, 2-ақ сөз жетеді. Баласы қандай? Мәтінге әрине сүйенеміз. Соны боламыз, тез-тез жұбымызбен ауызша айтып шығамыз. Одан кейінгі қадам, міне, диалог құрастырамыз. Бірінші 3 қадамды толық түсініп аламыз. Барлығы жиылып, жақсы ұпай, міне, көріп отырсыздар ғой, 5 ұпайлық. Енді қара, диалог құрастырамыз. Бұны да жұппен жасайсыздар. Балам, не айтуы мүмкін? Қараңыздар, өлеңде балам дейді да, айтпапты болмаған бірдеңені дейтін сөз бар,
толық айтпай ақ қояйық тау баласы. Сонда не айтуы мүмкін анасы? тарих айтпаған. Тарихын мәтінде келтірмейді ғой, не айтуы мүмкін? Соған диалог құрасыздар, екі диалог. Баласы не деуі мүмкін? Кеттік. Ал енді үшінші қадамға мұқият түсініп алыңыздар. Жазып жатсыздар ғой жолда. Үшінші қадам салыстырасыздар. Кешегі 6 жасар бала қандай еді, иә? Мана бірінші тапсырмада орындап кеткен. Бүгінгі 41 жастағы ақын қандай? Салыстырасыңдар. Және жалпы қазақ ақындарының патриоттық өлеңдерінен мысалдар келтіресіңдер. Мысалы, қазіргі патриот ақын мынау көзі тірі жүрген мысалы. Онда ол салмағы күшейе түседі. Бастаймыз. Тапсырма түсінікті болды, жұпымызбен ақылдасамыз. Жұп деген екеуі бір-бірімен үйдейік деп ақылдасамыз. Бастаймыз. Уақыт кетті. 15-36-ға бітіретін болыңыздар. 36 емес енді 38-ге беттіресіздер ғой. 5-6 минутта орындаймыз. Бізге біз тапсырманы орындаймыз. Құлқы жүресінен. Жұпымен бірден кетесіз. Мына кремісін неге шығып алғансың ба? Ортада ма? Не қойсам, жұптық деген қандай болады? Екеуінің жауаптарын ұқсас болу керек. Декале болып ақылдасамыз, рәдмер ақылдасамыз. Ана жауып қойған ғой, жұптық деген бірге жасаймыз. Ұқсас болу керек. Бір қатар мынау жасса, екінші қатар сен жасқандай. Жеке орындаймын сен екеуі. Жұптық. Естеватсың, дәурен естейін, не жасаймын деп. Сынды ғой, иә? Анасының жұптықы жазып. Апай, екінші ғана құластыраңыз ба жағында? Апай. Нені сезді бала деп? Не сезді? Апай, бірінші қадам болғанша айта береміз. Иә, болған жоқ айта бер. Жұптық жұмыс. Жұппен. Бірінші қадам. Өйткені басқа жасай алмай отқанға. Анасы кітаптан оқыған соң, аңыз арқылы баласына тарих жайлы айтты. Мұғалім тарихқа жүр. Баласы көп нәрсе түсінеді, және көп затқа қызығады. Жақсы. Анасы тарихшы. Иә, ұрпақ жалғастырушы. Иә, сондай. Жақсы. Екеуінің жауабы өте жақсы. Бұған екеуінің бірінші өкпірді ұпайды алдында. Келесі қадамға келді. Жұптық жұмыс өте сәтті жасады. Ананы айтты, баланы айтты. Көрдіңіздер ма? Осылай болады жауап. Тез. Бөліп отырса, балам деп ананың рөлін сен жаза бересіз. Сіз нені айту мүмкін баласы? Нені түсіну мүмкін? Тарих дегенді өзім білемін. Оған дейін білген жоқ, бірақ жон арқамен не сезді? Сол қатарға қараңыздар. Жон арқамен не сезді? Өлеңді. Бірден жазарсы, аңғарып барсы. Жалпы ақын болатын бала қандай бала болады? Ақын болатын бала қандай болады кішкентайында? Сол сөзді алмай жатсыздар. Ақын болатын бала сол сөзді. Иә, жақсы. Сезім палы. Сен бірінші қадам болып қойдыңдар ғой, иә? Оқи бер. Анасы біліпті, мұғалім, баласы зерек, елін қорғаушы, сезімтал. Өте жақсы. Анасы мейірімді, тарихтан мұғалім, білікті, ал баласы көрген, білген, патриотшы, ана тәрбиесін алған бала. Тамаша, жақсы. Жалпы анасы бірдеңе көрген дегенді таппай жатсыздар, бірақ бәріңіз жауаптарыңыз дұрыс бір ұпай. Сол мәтінге көбірек қарап, ана бірдеңе көрген деген сөз бар ғой. Сіздерге емес енді қаланы әлі жазамай отырғандарға апай болып кішкене
Apayın çocukları balası көп нәрсе түсінеді, тарихқа қызығады. Жақсы, тарихқа қызығады, иә, жақсы. Жомар ханым, мың жылы оның тарихын білген, ата-бабам, біздің тарихымыз бұрмаланып кеңес үкіметі біздің неміз жүргізіп келді. Бұдан бұл. Екінші қадам, иә, түсіндім, анашым, біздің тарихымыз не істепті? Екеуінің сөзін жинап. Бұрмаланған екен, мен енді ол тарих қайтардан жазып, сосын естеймін мен оны халыққа. Қазір біз не оқып отырмыз? Соған қарай ойларыңыздар. Болды ма сендер? Ағайынсың сендер. Оны екіншісі. Жазын ғой, енді тәуелсіздік белгісін қайсы тәуелсіздіктің белгісі? Алып тұрған деген империя ғой. Сонда жауабы не болады? Екінші тапсырма, ел таңба туралы жазып. Не білесің ел таңба туралы? Өлеңді қатшы. Жоқ. Анасы тарих пәнінің мұғалімі, тарихты көрген, баласы сезімтал, ана тәрбиесін көрген бала. Бәрін оқып қойдым. Жарайды, екеуіңіз бірге жазсын. Жақсы ұпайларыңызға рахмет. Екінші қадам көрдіңіздер. Жылдам күтпен. Жай ғана диалог қой, балам. Қиялға берсеңдерші, мен сақайдым. Балам біз енді тәуелсіз болдық, осы уақытқа дейін тарихымызды осы кеңес үкіметі бұзды. Саған мен ғұн тарихын айттым, есімден аңызған. Иә, түсіндім, анашым біздің тарихты бұрмалағысы келген екен. Енді мен кім болам? Сол тарихты өлеңге айналдыратын патриот ақын болам деп қиялдасаңдаршы. Дауыс көтереміз оқушылар. Тез әшейін ауызша шулайтын едіңдер ғой, алты әз екен. Дауыстарды көшеге естілетін еді ғой, сөйтіп айта қойыңдаршы, біттік біздің уақытымыз. Роман жазып отырсыздар ма? Үшінші қадам. Кеше 6 жасар бала. Аңғарымпаз, бүгін қандай жетістікке жеткен ол? Ақын. Тек қана ақын болды ма? Бірдеңелер алды ма? Медаль алған. Қандай медаль алды? Қандай атақтар алды? Сөйтіп парақтайды ғой бұлар, үйге оқымаймыз, иә? Автор туралы не білеміз? Қандай ақын қазір ол? Қандай жетістіктерге жетті? Тез кітап ашатын болды ғой енді. Тездетеміз. Ұпайды аз-аздан алып отырмыз. Тез оқи салатын зат. Ой, анасы қиындық көрген ба? Сондай сөз бар ма? Таппай отырсыңдар ма? Айналдырған 10 шумақ өлеңнен. Онсыз да оны жесірлік салған жасытқан еді мұң қайғы. Не деген сөз жесір деген? Жесір деген қандай сөз? Мағынасын ашқан адам дым жемей бір ұпай қоя салды. Жесірлік мұңын тарту. Не ол жесір деген? Ойындық көрген, дымы жоқ. Дымы жоқ па? Несі жоқ? Ата-анасы жоқ. Ойбай-ау, ата-анасы жоқ емес. Ақшасы жоқ емес. Жесірлік деген не мағына білдіреді? Әдеби кітап оқымаймыз ғой. Жесірлік, жесір әйел. Соғыс кезінде жесір әйелдер көп болды ғой. Абай ешкім жоқ. Күйеуі жоқ. Жоқ, ешкім емес. Кімі жоқ? Күйеуі. Кім айтты күйеуге? Әкесі деді ғой. Мәселе. Күйеуі жоқ. Отағасы жоқ. Деген мағына. Оны да білмейтін заман келе жатыр екен ғой, иә? Жесір, яғни ерлан жынысы жетім болса, анасы ол жесір болды. Жетім жесірге көмектесу деген қазір тілімізде күнде айтылады ғой. Ол жетімі қайсы, жесірі қайсысы деген мағынасын түсіну керекпіз. Анасы жесір бола тұра дейді. Отағасы жоқ, тілегі жоқ бола тұра, ол қандай болды баласына? Не беріп кетті? Қандай құндылықтар беріп кетті? Тарихты білдіріп кетті. Жақсы. Біздің тапсырмамыздың уақыты аяқталды. Екінші қадам жақсы шығу керек. Балам, мен саған қуанышты жаңалық айтамын. Біз бүгін тәуелсіз болдық деп жазуға болады. Менің жесірлігім, сенің жетімдігің тәуелсіздің қасы түк емес. Былайша айтқанда. Көрдіңдер ме, осындай нұсқалар күттім сендер. Біз азатпыз ең бастысы. Жесірліктен де, жетімдіктен де қиын не нәрсе бар дейді. Бодан болу қасірет дейді. Мысалы, өйстіп айтуға болар еді. Менің арманым сендерден осындай сөздер шығады деп ойлаймын.
Жақсы, жаман емес. Енді қалай бағалаймыз? Жазық па бірінші қадамды бардық? Менше жазыңдар, көріп отырмын. Жақсы, осы мағыналас болса егер бір ұпай. Кеттік. Кешіріңдер, екінші қадам еді ғой. Үшінші қадам, салыстырайықшы, кешегі 6 жасар бала қандай? Білікті, зерек, Дұрыс, тыңдаушы. бәрін біледі. Бәрін түсінеді, біледі, тағы да. 6 жастағы болды ма? Жоқ. Сезімтал. Кеттік. Бүгін 41 жастағы ақын қандай? Ақын, ойшыл, патриот, тағы да. 6 жасында Өмірбаяннан да білмейсіңдер ма? Тарихқа қызығушы, тағы да. Тарихшы дейміз ол. Қандай марапат алды? Өмірбаянын ешіп көрмедіңдер ма? Кім, қандай сыйлықтың? президент кубогын гран-при алды. Неден гран-при алды? Сол керек маған. Шабыт деген фестиваль бар. Бүкіл қазақтың ақын жазушылары, әнші, күйші, өнер саласындағы, білім саласындағылардың майданға түсетін жап-жас. Ол өте жас, 20 жасқа дейін болу керек. 16-дан 20 жасар аралығындағы дода сондай. Содан бұл миссияның гран-приді жеңіп алған адам. Жай адам емес. Кеттік тағы да. Енді қара, үшінші ісіне қараңыздар. Қазақ ақындарынан патриоттық өлеңдерде мысалдар келтір. Осы жақында бір жаттатып жүрдік қой, қандай өлеңдер бар? Жақсы, тәуелсіздіктен кейін демейші, жалпы патриот ақындарды жаттап не жаттадың өткенде? Қоймайын. Кітапханаға бармай. Не жаттады? Кімдікі? Мұқағали? Мақатайдың. Қандай өлеңдер бар? Үш бақытым бар. Жақсы. Қазір мінбелерде жүрген қандай патриот ақындарды білеміз? Қалқаман? Сәрин, жарайсың. Сені тапқанша жүріпайды. Тағы да. Депутат болып кеткен бар. Бұрынғы айтысатын. Кім ол? Кім? Мұхтар Шаханов. Ринат Заитов. Жақсы, жарайсың. Кім? Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов жарайсың. Осы үш ақын тапқан бір ұпай алыңдар. Тағы да кім? Мұқағали тапқан олар бір ұпай. Заңсыз шықпайды. Сонымен 5 ұпай алмасақ та, осының 3/4-еуін алдық. Апай, үшінші ғана болдым. Айтамын. Кешегі 6 жасар бала көп нәрсені түсінеді, сезімтал. Бүгінгі 41 жастағы ақын Шабыт фестивалінде әдебиетте гран-при кубогын алған. Және әдебиетші, жазушы. Жақсы. Бірнеше кітаптары бар болған жерде. Кешегі 6 жасар бала қазақ елі тәуелсіз болғанын білді, тәуелсіздіктен құтылғанын, кітаптарды оқығанын білген, түсінген, зерек бала. Шабыт фестивалінде бүгін 41 жастағы ақын Шабыт фестивалында гран-при және президент кубогын алған. Және ақын түрлі кітаптар бар. Ақынның қандай пайдасы? Кеше 6 жасар бала бүгін анасын тәрбие алып, білікті бала болып, мейірімді болған, ал бүгінгі 40 жастағы Шабыт өнерінен гран-при алып, түрлі кітаптары болып. Жақсы, осы бағытта. Ұпайыңызды қоя беріңіз, өздеріңіз ұпай қоя беріңіз. Жалпы осы бағытта түсіндік қоя, біреуіміз жай, біреуіміз жылдан жазамыз. Дегенмен біз түсіндік. Жалпы ақынның қандай пайдасы бар елге? Келесі тапсырмаға өту үшін бізге сондай бір байланыс керек болып тұр. Ақын керек па бізге? Не үшін керек? Өйткені Елге тәуелсіздік Лаула, желтоқсанның мұзға жапқан алауы деп айтатындар кімдер істейді соны оқығанда? Бұл маңайдан бас имей өтпеңдер деген. патриот болуға Біздің патриот болуға жетеге тегеуріні қоғамға ықпал етеді ғой, сөзімен. Қарапайым сөзге қарағанда жалынды сөздер не істейді? Енді оқушылар бір назар саламыз, бірінші қатар.
екінші қатар, үшінші қатар деп топтық жұмыс жасаймыз. Біз топтық жұмысқа парта ештеңе сырғытпаймыз, бәріміз бірақ жұмыс жасау керекпіз. Бірінші, жақсылап тұрып не істеу керекпіз? Не жасайтынымызды түсініп алу керекпіз. Бірінші қатар сіздер қараңыздар, оқиғаларды жазып шығасыздар. Яғни тәуелсіздікке дейінгі оқиғалар, кеше деп тұр ғой. Маңызды, мысалы КСРО-да мынандай болды, ол туралы бұрын ана прописканың өзінде жайлап айтатын едік. Жалпы бөлім бойынша бұдан ақпарат бар. Және оны шығармада қай сөзбен көрсетеді? Мен әлиге біреуін қойып қойдым сізге үлгіге адаспас үшін да. Екінші топ тәуелсіздік белестері. Бүгін 91-ден бастап 2026-ға дейін ең күшті жеткен жетістіктеріңізді жазасыздар постерге. Постер етіп, екінші қатар ортадағы. Үшінші қатар, мен тәуелсіздікпін, сен өз болашағыңды жазасыз. Жалпы қазаққа қандай құндылық жетпейді, ана өлеңнің ұлттық құндылықтар дейді. Енді басымыз азат, еркіміз өзімізде. Біз енді даму үшін не істеу керекпіз? Әрқайсысы жазыңдар. Тілді дамытасыздар ма? Заңды қайтып қарайсыздар ма? Біз постерді ортаға бірінші топ кеше деп жазады, екінші топ бүгін деп жазады, үшінші топ ертең деп жазады. Содан кейін еркін түрде не істейтіндерін жазасыздар. Енді сізге мен шпаргалды беремін. Қалай сіздерге ұнайды? Солай жаза беремін. Мына жерде кез келген фломастер аламыз. Жетістікке қажет ау деген қағаз бар. Қиып алып жабыстырсаңыз да. Сіздерге жетті ма? Не жазылғаныңыз? Ең бірінші жеткен жетістігіңіз не? Мына жерде екі бет сияқты сіздерге ғой. Болашақта біз жүрміз қазір. Қатты мәселе болып жүрген. Қандай мәселе? Қазақ тілінің не істейміз? Дамыған тілін істейміз оны. Дамытуды ғой қазақ тілін. Яппай? Қай жылы? Сенде мәселе бар сізде? Жоқ, бізде орысша сөйлеумен қазақша қызмет көрсетсе кейінгі емес. Сіздің мәртебесі сізге уақыт берілген, қазір мен өзім уақытты басқан кезде тоқтатқанға дейін. Түгел жұмыс жасамыз. Келе ғой Хадиша, кел. Сен алай қайтып жолыңды. Желім сұрап жатыр, бере ғой, біреу. Сөздеріңіз болған болсын, кезінде үш адам сөйлейді, қазір ана Судьба? Нормально. Екі минутта аяқтаймыз, сосын бәріміз
Мұхтар әуезов па дұрыстапсыз иә? Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әубәкір. Жерім десек те сіздерде бар деп ойлаймын мен әкем. Жоқ қыз апай. Болашақтарын жазу, болашақтарын не оқырма. Жерім сіз ақсап шығып айта Бақ бітті. Абай болды. Қалған ауыз қайтасың. Давай, төртеу жабыстыра ғой бүйтіп. Болды апай. Болдық қой я. Біз сөйтіп шулаймыз өзі. Апай болды. Түгел жұмысты тоқтатамыз. Түгел жұмысты тоқтатамыз. Тоқтатамыз, иә? Үлгермегеніміз ауызша айтамыз. Тоқтатамыз да отырамыз. Себебі біздегі ең бірінші заңдылық бір-бірімізді тыңдау. Сіздерді сәл кішкене сөзге қонақ келден. Кеше дегенге тоқталмаймыз ба бірінші? Астана салыныш. Астана дайын мен, күшті дайын. Шығау ештеңе етпейсің. Тәуелсіздікті кейін шалды. Болды ме? Тоқта дегенде тоқтай қойыңыз. Айтамыз қазір, айта алмай қаламыз, себебі қоңырау болып кетсе. Кешірмеңіз. Өз еріктеріңізде сіздер отырсыңыз келетін отырамыз, тұр. Bir ауыз айтамын дейтінде айтамыз. Ал, бастан бірінші топ. Бірінші топ сендер. Топ тыныш тұрамыз. Кеше ұлы тұлғалар бізге жанашыр. Орыстар қазақтарды қинады. Ұлы тұлғалар біздер үшін күресті. Колхоздарды қинады. Тәуелсіздік алуға тырысты. Қазақтар қиналды. Желтоқсан көтерілісінің біздер үшін болуы. Тоқтырып кетеміз, сіздер шулауға болмайды. Бұл жерде өлеңнен желтоқсан көтерілісі болды дегеніміз атты өлеңінде халықтың айталғанын көрдім деген сөз дәлел бола алады. Жаңағы тұлғалар біздер үшін күресті деп кешегі болған нәрсе көп. Колхоздар туралы бұл жерде не ыдырады деп тұр, сол өлең жолын кішкене жазып кету керек еді. Жақсы, жарайды. Бірақ оқушы айтты ғой, қалғанымыз тек фонға шықтық па? Не болды тағы да? Не болса олар? Жақсы, отырыңыз да тыңдаңыз. Ақылдасып алған жоқпыз ба, шулаватып тек жазып. Солай болады ғой. Бұлай болады, қазір сіздерге ұпай шығарам. Яғни топта бір адам сөйлесе, сіздер екі толық ұпайды алмайсыздар топтық тапсырмада. Бәріңіз жазыңыздар, білем. Бұл жерде бар критерийдер. Бірнеше адам коммуникацияға түссе, яғни айтауға, қорғауға түссе, толық екі ұпайды алмайды. Сөйлеп болдық қой, а? Ал, баста. Жерге қаратпайсыз ба? Жерге қаратыңыз, аға. Бүгінгі жетістіктер. Жаңадан спорт жетістіктері шыға бастады. Экспо 17 салынып, 2017 ғой. 2017 салынып, Екінші 17 жиынды. Астана жаңағы бәйтерек шықты. әлемдегі ең күшті турда жер астынан бірінші орын алды. Астана салынды. Жік шықты дегенде ұғымдар ғой. Ең бірінші неден бастап? басқа елдермен қарым-қатынастар болды. Ғарыштық жетістіктер Тоқтар Әубәкіров, Айдын Айымбетов және тағы да басқа ғарышкерлер ғарышқа шықты. Жалпы жасағансыздар, жүйелі қоя алмайсыздар.
астана шықты емес. Жалпы біз тәуелсіздік алғаннан кейін үлкен көш түсіп, елордамызды Астанаға көшірдік деген сияқты сөзбен айту керек, иә? Туымыз, елтаңба, әнұранымыз өзімізде жеке болып. Қосымша сұрақ. Әнұран жазсыздар ғана, өзіміздің валютамыз деп жазды. Төл теңгеміз, тіл байлық аздауға жақсы. Барып береміз дұрыс, тек қорға берену керек. Үшеуіңіз шықтыңыздар жақсы. Адал азамат боламыз, адал еңбек етеміз, қазақ тілімізді құрметтейміз. Қазақ тілінің қадірін білуіміз керек. Жалпы сіздердің кішкене енді жас ерекшелігіңізге келмейді ғой. Тіл мәселесі деген не нәрсе? Біз неге тіл мәселесін көтере береміз? Бәріміз қазақша білмейміз сонда? Жоқ, көбісі орысша. Не үшін сөйлеп жатыр? Не себептен? Сол орысша сөйлеуге мәжбүрлеп болған не бізде? Не бар? Жақында ғана референдумды не үшін қабылдадық? Заң шығару үшін, заңдар Бірге қатар деген сөзінде айырмашылық бар болды ма сонымен? Болашақта сіздер оқушылар тең қатар емес, орыс тілі мүлдем алып тастайтын азаматсыздар. Сөйтіп жазған кезде ештеңеге қарамай мен екі ұпай беретін едім да. Жақсы. Түсініңіздер, қайта тілге оралып. Мына сурет не үшін? Салт дәстүр деген мағына білдіретін. Біз салт дәстүрімізді естеу керекпіз. Тек қана құрметтей береміз ба? Құрмет тану керек. Сүйу керек. Тағы естеу керек. сақтап қалу керек, сақталу керек. Я Димашты қоспағансыздар десеңдер. Я Димашты қоспағансыздар. Мысалы, қалай қорғаймыз? Мысалы, Димаш бүкіл әлемді қай тілде сөйлетіп қойды? Қазақ тілінде. Міне, яғни бұл өлең арқылы біз соңында қандай азамат болып қалыптасамыз. Түбі осы сіздерге келгенде әрбір қазақ Димаштай адал, ұлтын сүйген, тілін сыйлаған, тіл мәртебесіне мықтап қарайтын патриот болатын болса, бүкіл қазақты дамытуға ықпал етеді. Ақын болмасақ та бәріміз қандай болу керекпіз? Ақын жүректі болу керекпіз. Бүгінгі сабағымыздың үйретейін деп отырған мәселесі осы екен. Біз кім болу керекпіз? Ұлт жанашыры, патриот, тіл жанашыры, дәстүр жанашыры болу керек. Сабақ түсінікті ғой. Топ бірінші топ 1 ұпай, екінші топ сіздерде көбірек жұмыс болғандан 2 ұпай, сіздерге 1 ұпай. Себебін білесіздер? Барлық ұпайларыңыз осы жерде. Енді балалар, манағы эстафетаны кері қарай жібереміз. Уақытта болып қалды. Тез бір ауыз сөзбен. Мен бүгін сабақта мынаны түсіндім. Келесіге бересіз. Мен бұлай деп бағаладым. Қайсына жауап бере аласыздар? Бір-біреуден айтып бересіз. Нұржайна, бүгін не түсініңіз? Бүгін мен тәуелсіздігіміздің ұлы тұлғалардың кімдер екенін түсіндім. Келесіге бере беріңіз. Ұзақ сөз керек емес. Жақсы. Салт дәстүрімізді ұмытпау. Жақсы, келесі. Мен бүгін Неғып бара жатырмыз? Ұрлама. Неғып бара жатырмыз? Қандай болып кетіп бара жатырмыз? Патриот болып бара жатырмыз ба? Жақсы, сабақтың мынаған түсін айта қойыңыз. Өзім айтамын дейтін адамдар ма? Ішіне сіңбей патриот болу керек. Жақсы. Бағын ұпайларын әкеп беріңдер. Үйге қараңыздар. 10 ұпай алады сіздер көріп отыр ғой. Эссе жазамыз. Манағы осының бәрін жинақтап келеміз да. Мен тәуелсіздік ертең кім боламын деген тақырыпта жазамыз. Маған ұпайлар